Баршаңызға сәлем, сіздермен мен Арфинур. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма ұнаса лайк басып, өзіңіздің ойыңызды комментарий бөліміне жаза кетсеңіз қуанышты болар едім. Ал енді бүгінгі видеом мынадай адамдарға арналады. Былай айтатын: негізі мен жасасам, жасайтын едім ше. Қолымнан біраз нәрсе келеді, просто жасамай жүрмін да. Немесе айтып жүргеніне 2 жыл болды, бірақ ештеңе бастаған жоқ. Блогер болу керек еді ше. Блогер болуым керек еді. Немесе ана саудамен айналысуым керек еді. Яки бір маникюр ма, бірдеңе оқып алуым керек еді ше. Обналичкамен ба деген секілді ойлары бар, бірақ әлі де бір рет оны жасаған жоқ. Осылай күндері өтіп жатыр, жылдары өтіп жатыр. Бұл енді былайша айтқанда тәуекел етпеу ғой. Егер осылай ойлап жүретін адамдар болса, онда міндетті түрде тыңдаңыз. Ертең сіз 50 жасқа келген кезде, мен кезінде өстуім керек еді деп, сол кезде әлі солай отырасыз. Бірақ ол кезде кеш болуы мүмкін. Қазір жассыз ба? Тәуекел етіңіз. Себебі ерте 60 жасқа келген кезде денсаулығыңыз жетпеуі мүмкін. Немесе ол жасқа дейін сіз өмір сүресіз бе, сүрмейсіз бе, ол бір Аллаға ғана мәлім. Кейбіреулер болады ғой, ертең намазды бір қартайғанда бастаймын, 60 жасқа келгенде бастаймын, яки 40-қа келгенде бастаймын деген секілді, яки бір 70-ке келгенде бастаймын дейтіндер болады. Мен естідім. Ойлаймын да, іштей, бұл кісі қайдан біледі өзінің қанша жыл өмір сүретінін деп ше. Ол Аллаға ғана мәлім ғой. Әрине барлығымыз жақсы, ұзақ өмір сүргенді қалаймыз. Иншалла ғұмыр жасымыз ұзақ болсын дей тұрғанмен, ажал айтып келмейді. Бір Аллаға ғана мәлім біз қанша жыл өмір сүретініміз, біздің ертеңгі күніміз не болатыны. Сол үшін де мен өйткенде өйстем, бүйткенде бүйтем деп жүргенде ертең уақытыңызды құртып алып, не анау да жоқ, не мынау да жоқ, сосын ертең 60 жасқа келіп өкініп, мен сол кезінде жасап алуым керек деп әлі отырсаңыз, ол солай отырсаңыз, ол сіздің өкінішіңіз сізді жегідей жейді. Мен де өзім қанша жылдан бері осы ютубқа видео түсіріп салсам екен деп ойлап жүрдім, бірақ әрине тәуекел ете алмай жүрдім. Мүмкін атпай қалса, мүмкін болмай қалса, мүмкін ешкім қолдамай қалса, білмеймін, осындай бір неше түрлі ойлар. Мүмкін анау бірдеңе деп айтса, мүмкін ана танысым көріп күлсе, білмеймін, неше түрлі сондай бір негативті ойлар миымды шырмап алды ғой, былайша айтқанда. Сосын бір күні отырдым да, ертең мен бір Құдай қаласа енді барлығымызда ұзақ өмір сүргіміз келеді ғой, Иншалла мен ертең 60 жасында әттегенде сол кезде түсіруім керек еді деп өкініп отырсам, ана өкініш мен жүрегімді прям жаратын сияқты, былайша айтқанда ше. Мен одан да сол кезінде мен көрдім ғой, оны жасап көрдім. Мен соңына дейін барып көрдім. Болмай қалса болмады, мен зато жасадым. Болса болды, керемет. Болмай қалса онда болған жоқ. Бірақ мен оны жасап көрдім деп өз-өзімді осылай ақтап алатын. Және де болмаған, тыныштық сыйлайды өз-өзіме. Ал мен егер YouTube мүлдем жүргізбесем, сол кезде әлі өкініп отыратын едім. Өз-өзімді ақтауға ешқандай бір себеп таппайтын едім. Расымен де. Неге? Ешқандай бір кезерге болған жоқ қой, мен сонда жұрттың ойына тәуелді болғаным ба? Ең соңында сол ғой. Біз әдетте ұяламыз, жұрт не айтады, анау не айтады, мынау не айтады деп. Ол сен жетістікке жетсең де, жетпесең де, сен мейлі идеальный мінсіз адам болсаң да, мін табатын адам табады. Сен даттағысы келетін адам даттайды, сен түсіргісі келетін адам түсіреді. Онда адам табылады, міндетті түрде. Күлетін адам да табылады, саған бүйтіп сынап қарайтын адам да табылады. Ол себеп пенде. Сен сонда соған ойың байланып тұрма адамға, ол күлі. Себебі біздің ойымыз адамға байланса, онда біздің жолымыз болмайды. Онда сіз анау не деп қояды, бірдеңе істесем, мынау не деп қояды деп солай қорқақтап жүресіз. Адам еркін өмір сүру керек қой. Әрине ислам шеңберінен шықпайсыз, жаман іс-әрекеттер жасамайсыз ғой енді, Құдай сақтасын. Дей тұрғанмен өзіңіздің осындай армандарыңыз болады ғой, мысалы жақсы мақсаттарыңыз болады. Сондай мақсаттарды орындауға осындай адамдар ойлары кедергі келтіреді десеңіз, онда сіз ешқандай жетістікке жете алмайсыз. Бір Аллах Тағалаға сеніңіз, тәуекел етіңіз, болды. Иншалла болады. Ол
мүмкін 1 жылда болмауы мүмкін 2 жылда, мүмкін 3-ші жылда сіз танымал болып кетерсіз, мүмкін 3-ші жылда сіздің бизнесіңіз жүріп кетер, мүмкін сіз миллионер болып кетерсіз, миллиардер болып кетерсіз. Сосын мынадай адамдар да бар да, 3 ай блог жүргізеді, сосын ештеңе шыққан жоқ дейді, тастап кетеді. Әркімде әртүрлі. Біз адам болғасын, адамның істеген адам жасай алады. Тек әр адамға уақыт керек. Мысалы, бір домбыра делікші, мысалға, мен домбыраны 1 жылда үйренуім мүмкін, ал сіз 3 айда үйренуіңіз мүмкін. Тек уақыт керек. Сіз меңгере аласыз, мен де меңгере алам домбыраны. Тек маған мүмкін 2 жыл керек шығар, мүмкін 3 жыл керек шығар, мүмкін 3 ай керек болар. Әркімге әртүрлі уақыт керек. Тілді де сол. Егер ағылшын тіліне, мысалы, мен ағылшын тілін үйренуіме маған 1 жыл керек болса, сізге 1 айдың өзі жеткілікті. Адамның жасай алғанын адам жасай алады. Сондықтан да мойымаңыз. Осындай кезде, егер сіз 1 жылда сіз окей, блог жүргіздіңіз, 1 жыл делік, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Қаралым саны аз, лайк аз. Ой, мен қолымнан ештеңе келмейді деп өзіңізді құнсыздандырушы болмаңыз. Сізге мүмкін 2 жыл керек болар. Мүмкін сіз 3 жылдан кейін танымал жетістікке жеткен адам боларсыз. Бірақ түбі боласыз. Тек жасай беру керек, жасай беру керек, жасай беру керек. Қайсысы болмасын, мейлі бизнес болсын, мейлі жаңағы бір өнер саласы болсын. Сіздің ойыңызға келді ма, Аллах Тағала бекерден бекер ойыңызға салған жоқ. Еш нәрсе бекер емес. Ойыңызға келіп тұрма, яғни сіз ойға келген нәрсе қолдан да келеді. Яғни сіз ойыңызға келген нәрсені жасай аласыз деген сөз. Оған сіздің қабілетіңіз бар деген сөз. Аллах Тағала бекерден бекер ол ойды салған жоқ. Бастап кетіңіз. Бірден. Сосын мынадай адамдар да бар. Белгілі бір істі бастаған кезде, немесе бір болады ғой, бір шүкіршілік жазамын деп бастаған кезде де тіпті мен бір күшті бір блокнот аламын, содан кейін бастаймын деп, немесе белгілі бір істі бастаған кезде, мен күшті бір құралдар аламын, мен күшті бір штатив аламын, либо күшті бір петличка аламын, сосын бастаймын депші. Сөйтіп жүргенде сіз бастамай қалып кетесіз. Солардың барлығын алып алғаннан кейін сізге ол нәрселер керексіз болып қалуы әбден мүмкін. Сол үшін де не бар қолыңызда? Бастап кетіңіз. Сіз шүкіршілікті жазғыңыз келе ма, бірақ бастай алмай жүрсіз ба? Бір бет алыңыз, білмеймін, бір 12 беттік дәптер алыңыз да жазыңыз. Сіз блогер болғыңыз келе ма, ешқандай штатив керек емес. Ең басында мына телефонды бір жерге қойыңыз да сөйлей беріңіз, түсіре беріңіз. Болды, солай бастап кеттіңіз. Иншалла, ертең сол петличкада, штативта керек кезде сол өзіңіздің тапқан табысыңызға аласыз, немесе бір жарты жылдан кейін, 1 жылдан кейін жаймендеп аласыз. Бірден ойыңызға келген нәрсені бастап кетіңіз. Еш нәрсесіз, штативсіз, жаңағы белгілі бір құралдарсыз бастап кетіңіз. Яки кейбіреулер болады, маникюр істеймін деп қымбат құралдарын алып алады да, содан қалады. Сіз қолыңызда не бар? Каспиден қараңыз, қолжетімді оңай құралдарды қолжетімді бағаға алыңыз. Сосын жаймендеп ертең қолыңызды үйреткеннен кейін, жаңағы клиент қабылдағаннан кейін, сізге ақша түскеннен кейін жаймендеп бір жарты жылдан кейін қымбат аппараттарды ала бастайсыз. Бірден қымбатқа шауып, оны барып кредитке алып, ау деп миыңызды каша қылудың қажет жоқ барлығын. Үздіксіз жасауыңыз керек. Бастап кетіңіз сол істі. Құлайсыз, жылайсыз, тұрасыз, қайтып құлайсыз, қайтып тұрасыз. Өмір сонымен қызық қой. Өмір негізі ешқандай қиын емес, мына өмір өте жеңіл, өте керемет расымен де. Өзіміздің қолымызда барлығы. Әркімнен бүйтіп тығылып, әркімнің ойын іздеп, ау деп отырсаңыз, отыра бересіз онда. Осы күйде отырасыз онда. Сіз ертең ештеңе бітірмейсіз, бүрсігүні ештеңе бітірмейсіз, осы қалыпта боласыз. Аллах Тағала барлығына қабілет берген. Барлық адамда белгілі бір қабілет бар. Ойлаймын да, сосын ертең Аллах Тағала бізге қабілет берді ғой, неше түрлі әркімге. Ертең содан сұралсам, не деп жауап беремін депші. Менде осындай қабілеттерім бар, бірақ мен неге оны пайдаланбадың? Неге оны өзіңе, қоғамға, неге осы қабілеттеріңді шыңдап, неге пайдаңды тигізбедің десе, не деп айтам деп ойлаймын да. Расымен де деп осы нәрсе маған жігер береді. Аллах Тағала бізді барлығымызды қабілетті етіп жаратты ғой. Белгілі бір істерге қабілетті етіп
тіпті ол іске қабілетті болмасақ та, біз оны жасай біршама жылдап үздіксіз жасасақ, ол біздің қолымыздан келеді. Сондай біз бір ерекше, сондай бәріне биік тұратын санамыз бар, хайуаннан осындай бір санамызбен ерекшеленетін, ақыл ойымызбен ерекшеленетін сондай бір пендеміз ғой. Керемет жаратылысымыз ғой. Өзімнің ақыл ойымды, санамды пайдаланбай бұл өмірден бекер өтем ба деп сондай бір ойлар келді. Осы нәрсе мені жігерлендірді, былайша айтқанда. Тем более әйел адамның қолынан барлығы келеді. Әйел адамның қолынан соншалықты бүкіл нәрсе келеді. Аллах тағала ер адамға емес, әйел адамға берген ғой баланы дүниеге әкелуді. Аллах тағала әйелдің мәртебесін биік етіп қойған ғой. Біз не жасасақ та қолымыздан келеді. Оның үстіне біз бейбіт елде тұрып жатырмыз. Тыныш, бейбіт, зайырлы мемлекетте тұрып жатырмыз. Шүкір, соғыс жоқ, я. Сондай бір тыныш, бейбіт елде тұрып жатырмыз. Осы елде тұрып, қолымызда мына телефон бар. Иншалла жағдайымыз шүкір, я, жақсы. Бірақ ешқандай потенциалымызды ашып жатқан жоқпыз. Өкініштісі, я. Кейбіреулер болады, ой, үйім деген квартирам шамалы, мен андай күшті квартирада видео түсіргім келеді, сол үшін ертең мысалға жаңа үй алып жатсам, сол жерде түсірем. Сол кезде бастайын блогты деп айтатындар бар. Сіз қазір осы үйіңізбен бастап кетіңіз. Бұл да былайша айтқанда шағымдану ғой. Адам өміріне шағымдану. Яғни сіз шағымданып тұрсыз да, үйім нашар, үйім онша емес, адамдар не ойлайды деп, түптің түбінде адамның ойына бағынып тұрсыз. Ойыңызға келген істі қазір бастап кетіңіз. Әрине, ең бірінші ойыңызға келген істі қорытыңыз, мақсат қойыңыз өз-өзіңізге. Ойыма осы нәрсе келді. Мысалға, осы бір саудамен айналысу мен ойыма келді. Окей, Аллах тағала ойыма салып тұр. Яғни бұл нәрсе менің қолымнан келеді деген сөз деп өз-өзіңізге айтыңыз. Енді мен мақсат қояйын осыған. Мен бұған дайынмын ба? Осындай қиындықтар болып қалады, дайынмын ба? Дайынмын, все болды. Бастап кетіңіз. Қолыңызда не бар? 10 000 теңге бар ма? Соған зат алыңыз, бастап кетіңіз. Болды. Адамның ойына келген нәрсе қолынан да келеді деген сөз. Сол үшін де Аллах тағала ойыңызға салып тұрма, бастап кетіңіз, тәуекел етіп бастаңыз. Еш нәрсені күтпеңіз, ешкімнің ойына мән бермеңіз. Қолыңызда не бар, сол нәрсемен бастап кетіңіз. Иншалла, ойыңызға салып тұрғасын, ол қолыңызға келеді, қолыңыздан, ал қолыңыздан келген нәрсе сіз әрекет етесіз. Иншалла, сіз жетістікке жетесіз. Сосын қашан болады екен, қашан байып кетемін, қашан болады екен деген сияқты ойларды сырып тастаңыз. Үздіксіз жасай беріңіз. Иншалла, мүмкін 1 жылдан кейін, мүмкін жарты жылдан кейін, мүмкін 3 жылдан кейін, мүмкін 3 айдан кейін, мүмкін 5 жылдан кейін жетістікке жетесіз. Тек жасай беріңіз.